Ассалаумалейкум, Қарақалпақстан. Халық арасынан жаңа қаһармаларды назарыңызға ұсынушы өзіміздің қаһармалар көрсетуі және сізбенен бірге. Біз сіз білген инсанлар менен сәубетлеспейміз. Біз халық арасынан жаңа қаһармаларды жаратамыз. Бұл өзіміздің қаһармалар. Мен Төрекеп Азамат, Шымбай районында қара үйшілердің 4-ші әулет ұстасыман. Бұл қара үймен шұғылам келгеніме қазір 22 жыл болмақта. 22 жылдан бері сол қара үй, қалпағымызда милли қара үйін істеумен шұғылам келмектемен. Қара үй кәсібіні кішкене бала кезімде болса қызыққаман. Бұл қызығуыма әкем себепші. Әкем де сол қара үй ұстасы болып, қазір құрметті пенсияда болып Оның өнерге қызығушылығы мен жұмыс істеп жүргенімде ең кішкентай уағында, даже 5-6-ға шыққан уағында да сол қасыма келіп ағаштарды әстен тасып, әстен ондай қызығушылық басылған кішкентай уағынан басылап. Сонда үлкейе келіп ағаш жонуға келді ол. Ол өзі сол кішкентайынан басылап, сол неге қызығып, басқа неге неткен жоқ. Мен сендей боламан, қаришы боламан деп айтады ғой деді. Өзінің несіне жетті Құдай қаласа. Бұл азамат баламыз Қатарға барды, Дубайға барды, Шешенстанға барды, Татарстанға барды. Соларға барып бір қара үй құрып, сояққа ояқларда қара үйлерді білмейді екен. Сол қара үйлерді құрып беріп, сояққа көріп қайтты сояқларды. Ұстаздан озбаған шәкірт емес еді ғой. Балаңыз өзіңізден озалды деп ойлайсыз ба? Озалды менен. Ұстаздан шәкірт алық болу керек негізінде да. Қазір менен өтті менен. Осы кәсіпті жақсы көргеннен кейін жерде менің кеткім келмейді. Балалардың қасында жүріп, ұсыманнан шыққым келмейді менің. Осы кәсіпке үйренемен деген жігітлер, балалар болса келіп үйрене берсін. Бір жігітке жету өнер аз дейді ғой. Бұлан бір кәсіп үйренсе ертең келешегі. Кәсібімізде, қара үй кәсібімізде басқа бір кәсіптерге қарағанда айырмашылығы біздерде өнерімізде, қолымызда өнеріміз болғаннан кейін біздерде ұлыма бір уақыты жоқ, сағаты жоқ десек те болады да. Біздерде мәселен азында ерте тұрып, мысалы 6-да тұрып істей береміз. Кешкі уақытта сондай, кешкі уақытта да мысалы 8-ге дейін істей береміз. Біздерде қала күндері демалыс деген зат, жаз уақыттарында ұлыма демалыс деген зат болмайды. Көбінесе біздерде жұмыспен бәндпіз да. Балалық кезімізде қара үй істеп жүріп, әкеміз ол жұмысқа кетеді. Үйімізде ағаш кесіп, ағаш тапсырманы тастап беріп кетеді. Сол кезде ағаш кесіп, ағаш бұтап атсақ, жорларымыз келеді. Қоңсы жорларымыз. Оларда сөйтіп мысалы ойнап қайтайық, барып қайтайық дегенде болады. Ол кезде бір олаймен ойнап кеткім де келетін еді. Ойнап кетейін десем, әкемнің тапсырмасы бар. Ағаштың бұтағын алып қоясаң, ағашты кесіп қоясаң, болмаса мал тері бар, мал терін тазалап қоясаң деп. Енді ол мал тері бір күн, 2 күн қалса, ол іріп кетеді да. Соның үшін оны қалдырмау керек. Соның үшін ол кезде де ойынымызды сәл сүріп тұрдық. Жорларымыз өздері кетеді. Бір артынан қара, бір телміріп қаладың да, бізде де сол балалар уақытта ойнағанымызда деп. Бірақ сол тапсырмалар уақытында да бала кезімізде де бірақ ойынға да іләжін таудық. Көбінесе бірақ сол жұмыспен бәнд болдым да. Қазір күнімізде сол нәтижесін беріп жатырды. Қара үйлеріміз қазір көптеген жерлерде бой тікілмекте, қара тереңде, өзім ішкі туризмімізде көптеген жастарымыз барып демалмақта қара үйлерімізде. Қара үйіміз бұрылары сол ата-бабаларымыз енді отау деп аталады ғой. Отауымызда бұл қара үйімізде бір не қылады. Өздері жасайтын болған, өздері жасап жатыр, оның үшін семьялық жасайды. Одан кейін балалары, мысалы балалар ер жетеді, балалар үйленгеннен кейін олардан сол отау тігіп бөлек шығаратын болғанда. Сол ескі заманда ескенбіз, бірақ осы күнге дейін көрген жоқ едім да, ол отау беріп бөлек шығарып жатқанларында. Сол естіп жүретінім, енді кеше жақында бір ақсақал звонап кетті. Үлкен жасыл адам, азамат балам, ассалаумалейкум деп звонап кетті. Сонда соң қара үй керек еді, балам бөлек шығарып жатырам деп. Сол кезде мен баяғы ескі дәуірге түскендей болып қалдым. Маған бұрынғы ескі несінен бірақ 5 қанат қылып жасап бересіз деді да.
Енді біздердің ең кішкентайымыз 6 қанат несін. 5 қанат өзінің несін айтты, бұрынғы жасаған қарилер несін. Сондай қылып балам бөлек шығарып жақпаған деп. Сол кезде аға рахмет айттым. Сол балада бөлек шығарған баласына жайам құрып берген отауыменен, сол милилігімізбенен біргелікті отаумен қосып шығарған. Естеттім, бірақ көрген жоқ едім. Бірақ сол затты көріп, мен де қуандым. Бізде де сол, мысалы балаларымыздың аса, бізде де сол балаларымызға отау берсек, өзіміздің де сол балаларыма бұйырса, қолымызда бар затпенен, сол ертең бізде де сол балаларымызды сол отауменен бұйырса, сол бөлек шығарамыз. Балаларымыз да қазір қызығады. Олардың істегендері, қазір олардың қызықсынғандары, сол мен балалық кезімде ядға түсіріп отырыпты да. Балалық кезімде де мен де сол жасырып ағаш жонар едік. Сол үлкен балам бұрын сол папам ағаш жонып отқан кезінде қолын кесіп алған. Қолын қатты кесіп алған, бірақ оны жасырып жүрді да. Оны айтсам, атам бақырады деп та. Енді жоңғы деген зат дұрыс ұстай алмасаң, сразу кесіп кетеді қолымызды да. Сол бізде де сол уақытында қолымыз кесіп алған, бірақ жасырамыз да. Ол да сондай, қолдан кесіп алғанын, ол да жасырып істеп атқаламын деп қарасам, сол баяғы сол балалық кезім ядыма түседі да. Балалық кезде біздер де сол жасырып істеп жүрдік. Енді қазір оларда бір үлкен ұста болып шықса, сол тілегіміз де сол. Енді біздер әкеміздің орнын басып, әйтеуір әкеміздің несін ұсташылығын дауым етіп келе жатырмыз ғой. Ол да сол біздердің біздеге ұқсап, ол да ұста болса, біздер үшін бір үлкен қуанышлы. Мен Өтебаев Дәуренбек. Мен қазірде 13 жастамын. Мен осы өнерді 6 жасымнан бастағанмын. Һәм атамның, әкемнің шәкірті болып, осы өнерге қызығушылығым болған. Көп уақытымды ұстаханада өткіземін. Біздер ұстаханада ағаш жону, кереге көклеу, басқа да жұмыстарды істейміз. Бұл жерде тек қана мен емес, теңестерім, достарым менімен өнер үйренеді. Үйінде жатырған бос теңестерімді осы Қарай үй ұстаханасына шақырып қаламын. Үлкен балам да сол таңдауларға қатынасып отырыпты. Жақында да сол Қарақалпақта қатынасты, Қарақалпақстанда қатынасты таңдауымызға. Ода да бір сыйлы бірінші орынды алды. Ташкентке де барып, жақсы орындармен келді. Қазір сол өнермендік бойынша да. Сол балаларымыздан Құдай қаласа үмітіміз бар. Олар да сол ұста болып шықсын деп біздер де сол тілектеспіз. Менің осы өнерменшілікке қызығушылығым жүде үлкен. Қызығушылығымды балалар шөлкемі біліп, Өзбекстан Республикасы балалар шөлкемі бір жыл толу мүнәсібетіменен мені Ташкент қаласына шақырды. Һәм Ташкент қаласында 12 вилаяттан балалар келіп, һәм өзім Қарақалпақстан Республикасы атынан бардым. Бәршеңіздің хабарыңыз бар. Қарақалпақстан Республикасында өткен Қарай Гиннес рекордтарына кірді. Бұл үшін жүде мақтаныш. Ұстаздан озып болған шәкірт емес дегендей, әкемнің жетістіктерінде жүде көптеген жетістіктерге жетуге ұрынып қаламын. Бұл кәсіпте жақсы маман болу үшін ұстаздың орны жүде үлкен деп ойлаймын. Ұстазымыздың бірме-бір ерінбей үйреткендері, жалықпай үйретеді ғой. Қазір енді біздер де ұста болдық қой. Біздер де енді шәкірт балалар даярлап жатырмыз. Оларға да үйретеміз. Балаларымызға бір жақсы, бұл ағаштан бұндай қылсақ жақсы болып шығады. Бұған қатты іті бәрі күшейтің деп ұстаздың берген минеті көп. Көп шәкіртлік екенде де біреулер онша қызықпайды. Біреулер келе сала ол біздерден неше сом ақша бересіз деп сұрайды. Өз анасы келген шәкіртлеріміз, қазір істеп жатқан шәкіртлеріміз, олар ұлыма ешқандай ақша алмады. Олар тек минетке қызықсақ, біздегі үйретсеңіз болды деді. Істеп жатқан шәкіртлерімізден ең кішкентайы 10 жасар, 12 жасар. Үлкендері қазір 30 жасар, 25 жасар. Әр жастағы балаларымыз біздерде мектеп оқушылары болса да, мектебінен бос кездері, алдымызда 3 ай каникул келатырды, 3 ай каникулда да, біздерде мектеп балалар көбейіп кетеді. Көбісі келеді. Бұрын біздегі экскурсия көруге келген оқушыларымыз, солар демалыс кезінде келіп, олар да бір істейді. Кішкентай балаға жүде үйрету қиын. Олар демек, келіп, мысалы 5-6 бала келетін болса, оның ішінде 2-3 қызығады, 2-3 тек ойын балалар.
Hammasini o'yin bolalari ғой. Олардікі ана үшеуінің несі ойынды тартып тұрады да. Аналардың mesela қайтайық деп тұрады. Ана үшеуі бірақ істегісі келіп тұрады. Кешкі уақытларда mesela оларға енді кеште 5-6-тан қайта беремін десек, істегісі келіп тұратын балалар бар. Ата-аналары біздегі көрген жерінде, мәселен базарларда көп болсақ та, көшеде көп болсақ та, балам сізге рахмет. Мен балам үйде телефон ойнап отырар еді, ойын ойнап бірінер береді. Қазіргі күнде біздегі минатташылық жүзде күшті болып отырыпты да. Ата-аналарымыз көбінесе бір рахметін айтып отырыпты. Менің атым Стимат Айзбек. Бұл жерге баста папам алып келеді. Баста жақпайтын еді, шаршап. Енді бір жыл давамында өзімізге жүріппіз. Азаннан кешке дейін сөйде боламыз, оқудан бос уақытымызда. Келешекте де осы кәсіпті иелеймін. Басқа теңселерде де шақырып қаламын. Бұл жұмысымызға қатты бауыр басып, қатты үйреніп қалғанбыз. Бұл кәсіп әкеміздің кәсібі болғандықтан, өздеріміз осы кішкене кезімізден істеп келмектімізді. Басқа жұмысты аз көз алдыма келтіремін. Басқа жұмыс десе, басқа жұмысты баруға да, істеуге де қалаймаймын да. Өзіміздің енді миллилігіміз, бір жағынан сол алғысларымыз, жүдә көп. Басқа кәсібімізден көрі өзіміздің ата кәсібіміз жүдә жақсы. Адам өз кәсібін жақсы көрсе, шын жүректен деп жақсы көреді дейміз ғой. Шын жүректен жақсы көрмесе, дарамат өзі келеді. Рахметлісі өзінің кәсібін бір жақсы көргендіктен. Бізде қара үйіміздің түрлері көп. Сыртынан қараған кезінде қазақша, қарақалпақша деп әрқилы айырылады ғой. Қарақалпақша қара үйлеріміз бар. Қарақалпақша қара үйімізде шаңырақта қос шаңырағымыз болады. Қос шаңырағымызға қарап, қалпақша қара үйімізден шатылулар, мысалы, шеп жаққа қарап шатылып, көкірегінен болса, ана қалпамыз оң жаққа қарап шатылады, ол да бар. Ұқларымызда да бетлерін қазақшаны сызып істейтін болсақ, қалпақша қара үйде ол сызылмайды, бір текст болады. Қалеке деген шаңыраққа қағалатылары бар, қалпағымыздың шаңырағында. Бір ай, 10 күн істейміз қалпақша қара үйімізде. Қазақша, қарақалпақша ажыралуы біздерде қалпақша шаңырағымыздың қостығымен ажыралып тұрады да. Қос шаңырақ болады. Қазақшамызда тақ шаңырақ болады. Оған гүлдіреуіш дегендері бақалақ дегендер қағылады. Қалпақша шаңыраққа ұлыма терімен істелінеді, ешқандай шеге бұйымнан пайдаланбайды. Бірақ қазақша қара үйімізге бақалақ қағылады, тақ шаңырақ болады. Сондықтан қара үйіміздің қалпақша, қазақшасы ажыралып тұрады. Қазір моңғолша қара үйімізді істеп жатыр. Моңғолша қара үйіміз ол тез болынады, 15-20 күннің ішінде істенеді. Дегенмен ол желкөз болады. Желкөз болғандықтан тез 65 бас болады. Аз қара үйлерімізде бағана айтып өткен қара үйлеріміз мысалы 110 бас дегенде бар. 110 бас дегенде бізде 6 қанат болады. 6 қанат болғандықтан 110 бас дегеніміз шаңырағымыздың айланасында 110 тесік болады. Уқ ағашымыздан 110 болады. Кереге ағашымыз сол 6 қанат болады. 6 қанат 110 бас болып аталады да. Моңғолша қара үйімізде 65 бас демде құрылады. Желкөз демде бұзылады. Үй құрып, үйді екінші жаққа көшіре алмайды. Қара үйіміз тез құрып, тез бұзылатын болғаннан кейін жүдә сол шопаларымыз қызыққан. Ата-бабаларымыз бір жағынан сол ішінде жасап келген ескі дәуірлерде бұндай үйлер болмаған кезінде қара үйімізді құрған, олар киіздерін өзі басқан әттегі, астынан мысалы пол деген зат болмай, топан сыбау, қазіргі бізден топан сыбауын үстінен бірге топан сыбауымен қылып, киіздерін ортаға сандал құрған, ішіне ошақ, пеш. Қарап тұрсаң, қазір біздердің кезімізде 5 метрлік қара үйіміз, бұрынғы ескі заманымызда 5 метр қара үйімізге әммесі ішінде жатады, кухня, барлық зат ішіне сыйғанда. Оның ішінде өзінің семьясы, балаларынан семья, әттегі 2 семьяға дейін жасаған бір қара үйімізде. Менің қаһарманым сол әкем. Ең сол рахмет деп айтатыным, сол жалықпай, неғылмай біздерді сол қара үйдің қандай кәсібі қиын болса да, сол кәсіпті үйретті. Берген тәрбиялары, сол әммесі сол әкемнің арқасында, сол әкемнің менің жетіскеншілігінің бәрі сол әкемдікі. Мен қандай сол күллерге жетіскен болсам, сол әммесі сол әкемнің жетіскеншілігі, әкем сол қаһарманым.
бұл мен үшін абай жұмыс емес, бұл менің жақсы көрген кәсібім. Қазіргі минетлеріміз арқалы келешек әулетлерімізге милилігіміз жетіп баруын қалаймын. Бәлкім сол қара үй істеп келатырып, сол қиыншылықлы күндерін келген кезінде, қиыншылық күндерім көп болды. Ол кезде тастап кеткенімізде, бәлкім бұндай ұста болмас едім. Сол не дегенмен біздер кішкене кезімізде де әкемізді сол қара үйімізді істеп кеткен кездері бір қиыншылық күндер болып қалады. Қара үйімізде бір сауда тоқтап қалған күндері болады. Қанша бір айлап, сол кезде бір қиыншылық болады. Сол кезде бір қатты қиналады. Біздерде сондай бір уақытлар болды. Соның әммесін бір жеңіп өтіп, елде бір давам етіп келе жатырмыз да. Ұстазымыз айтар еді, жақсы ұста болып шығың, жақсы істең деп. Біздерде сол ізімізден сондай бір ұсталарымыз шықса, ұлдарымыз бізге ұста болып шықса, сол күндерде біздер көріп, біздер де сол тамашалап отырса, олардың қуаныш күндерін, олар да сол біздерге ұқсап, алғыстарды алып жүрсе, біздер де оны естіп отырсақ, біздерден де өтетін бір ұсталар болып шықса. Қара үйімізге келген шәкірт саналарын көбейтуде жалықпаймыз. Келген шәкірттеріміз болса, қазір ешқайсысына яқтап отырған жоқпыз. Өнер үйренсін, бір жігітке 40 өнер аз дегендей, сол өнерін үйрете береміз. Ешқайсыдан жалықпаймыз. Мен өзім де өнерін үйретемін. Әкем де қазір баламыз үйретіп жүрді. Шәкірт балаларымызды елде көбейту, елде сол қара үй цехларымызды елде үлкейтіп, адам салаларында сол көбейтіп, жұмыс орнын жаратып, елде бір үлкен қара үй ұстаханаларын құрып, балаларымызға жалықпай үйретеміз. Қаһарманымыз апайы кәсіп иесі емес. Ол өз минетлері менен милилігімізге үлес қосып кетірген хақиқи қаһарман. Келесі қаһарманларымыз бенен көріскенше, қош сау, саламат болың.